Қайырлы күн. Мен Қызылорда облысы Арал ауданы номер 177 мектептің информатика пәнінің мұғалімі Баешева Мадинамын. Мен бүгін сіздермен 3-ші сабағымды бөліскелі отырмын. Бүгінгі сабағымның тақырыбы күрделі шарттарды программалау. Бұған дейін мен сіздерге тармақталған алгоритмді программалау тақырыбындағы және кірістірілген шарттарды программалау тақырыбындағы сабақтарымды ұсынған болатынмын. Күрделі шарттар бұл логикалық амалдар көмегімен біріктірілген екі немесе одан да көп қарапайым шарттар. Күрделі шарттарды жазуда қолданатын логикалық амалдарға мыналар жатады. Және оны логикалық көбейту деп те атайды AND. Немесе оны логикалық қосу деп те атайды OR. Емес логикалық терістеу деп те аталады NOT. Және логикалық амалы бұл екі шарттың да бір мезетте орындалуын талап етеді. Немесе логикалық амалы екі шарттың біреуінің орындалуын талап етеді. Ал емес логикалық амалы пікірдің ақиқат мәнін жалғанға, жалған мәнін ақиқат мәнге өзгертеді. Яғни есепті құру кезінде есептің ішінде шартта логикалық амал және қолданылған екі немесе одан да көп шарттар болса, ол шарттың барлығы да орындалу керек бір мезетте. Ал шарттардың арасында немесе логикалық амалы қолданылған екі немесе одан да көп шарттар болса, онда олардың ішінен біреуі ғана орындалса болғаны. Енді осы логикалық амалдарды қолданып мысалдар қарастырайық. Бізге берілген бірінші мысал. X және Y сандары берілген. Егер X пен Y теріс сан болса, онда олардың әрқайсысының мәнін модульдермен алмастыру қажет. Ал егер X пен Y мәндерінің біреуі теріс болса, онда екі мәнді де 5-ке арттыру керек. Ал егер X пен Y мәндері оң болса, онда олардың мәндерін 10 есе арттыратын программа құру. Бізге берілгені екі сан, X пен Y. Сол екі санның таңбаларын анықтаймыз. Алдымен екі санда теріс болса, одан кейін екінші шарт, екеуінің біреуі теріс болса, үшінші жағдайда екеуі де оң болса. Бұл жерде бірінші, екеуі де теріс болса, жәнені қолданамыз. Екеуінің біреуі теріс болса, немесені қолданамыз. Екеуі де оң болса да, жәнені қолданамыз. Бұл есептің, бұл мысалдың программасын құрған кезде біз алдыңғы тақырыптағы өткен барлығын есімізге түсіруіміз қажет болады. Яғни бұл біріншіден тармақталған алгоритмге берілген программа, екіншіден кірістірілген шарттарға берілген программа. Кірістірілген шарттарды пайдаланамыз, яғни элиф кілт сөзін пайдаланамыз. Ал олай болса есепті бастайық. X және бізге Y 2 бүтін сан берілген. Map int input split. Енді осы жол түсіндіріп жіберейін. Бұл жерде map функциясының қызметін өткен сабақтарымда да айттым, тағы да естеріңізге сала кетейін. Map функциясы бұл екі немесе одан да көп айнымалылар берілген кезде солардың типін бір типке айналдырады, яғни барлығын бүтін типке айналдырады. Split бұл берілген мәндердің арасына, мына жерге жақшаның ішіне не қойсаң, сонымен арасына қойып шығады. Яғни бізде бос орын тұр, екі айнымалының арасы бос болып жазылады. Енді ары қарай бізде бірінші шартымыз екеуі де теріс болу керек. Егер теріс болу үшін өткен сабақтарда да айттым, шарт қою білуіміз керек деп, теріс оңды нольмен салыстыру арқылы анықтаймыз. Кез келген айнымалыны, кез келген мәні теріс, айнымалының мәні теріс болу үшін оны нольден кіші болу керек. Бізде X нольден кіші ма? Жаңа айттым, жәнені қолданамыз дедім, логикалық амал, AND дейміз жәнені. Y кіші ма нольден. Бұл жағдайда осы жолда егер X нөлден кіші және Y нөлден кіші болса, екеуі де теріс болғаны, онда print, онда не істеді бізге? Екеуін өзінің модульдарымен алмастыр деді, абсолют шамасымен модульдарымен алмастыру керек.
абыс икс бүтір абыс игрек. Яғни екеуін де өзінің модульдерімен алмастырдық. Енді егер else if оны elif деп жазамыз дедік. Осы жерде elif кілт сөзін пайдаланамыз. Elif. Енді екеуінің біреуі теріс болса, x кіші болса 0-ден, немесені пайдаланамыз. Немесе y кіші болса 0-ден. Бұл жағдайда екеуінің біреуі. Онда оларды естейміз, екеуінің біреуі кіші теріс болса, 5-ке арттырамыз, ал қалған жағдайда 10 есе арттырамыз. 5-ке арттырамыз. X плюс 5 бүтір Y плюс 5. Келесі жағдайда оңсың ба деп бұл жерде сұрамауға да болады. Өйткені екеуі де теріс емес болды, екеуінің біреуі теріс емес болды, қалған жағдайда ол оң сан болғаны. Сондықтан бірден else дейміз де принтқа 10 есе арттыр дейді. 10 есе арттыр десе, есе арттыр деген ол 10-ға көбейт деген сөз. Y-ті де 10 есе арттырамыз. Программа кодын құрып болды. Қате жоқ па қарап шығамыз. Map, int, split барлығы жазылған сияқты. Енді мән беріп көрейік. Қате болса жолай жөндейміз. Бірінші жағдайды берейік. Екеуі де теріс сан. -3, -4-ті берейік. Екеуінің абсолют шамасын алып берді. -3-тің абсолют шамасы +3, -4-тікі +4. Келесі жағдайды беріп көрейік. Енді екеуінің біреуін теріс қылайық. -3 +4-ті берейік. Бұл жағдайда -3-ке 5-ті қосты 2, 4-ке 5-ті қосты 9. Енді үшінші жағдай 2 оң сан берейік. 3 пен 4-ті берейік оң сан. Бұл жағдайда 10 есе арттырды. 3-ті 10-ға көбейтті, 4-ті 10-ға көбейтті. Есеп шықты. Міне біз бұл жерде логикалық әнді және логикалық ор және немесе амалдарын пайдаландық. Келесі мысалға көшейік. Бізде берілген екінші мысал, ол 3 сан берілген дейді. Осы берілген 3 санның ішіндегі мәндері ең кіші және ең үлкен сандарды табатын программа құруымыз керек. Бұл да бізге тармақталғанға берілген. Бұның ішінде де кірістірілген шарттарды пайдаланамыз және логикалық амалдарды қолданамыз. 3 сан беріліп тұр бізге. Бізде мына жер тазалап тастайық. Енді 3 сан берілсе, біз үйреншікті A, B, S деп алайық. A, B, S. Үшеуін 2 және одан көп сандар болса, мәппен жазамыз дедік. Өйткені мәп бізде барлығын бірдей типке өзгертеді. Жаздық қой. Енді бізге берілген 3 сан A, B, S деген. Осы 3 санның ең үлкенін және ең кішісін табуымыз керек. Әр түрлі жағдайды қарастырамыз. Бұл жерде 6 жағдай. Үлкенін максимумын табу үшін 3 жағдайды қарастырамыз. Мүмкін бізде максимум A болуы бірінші жағдайда, максимум бізде B болуы екінші жағдай, максимум бізде S болуы мүмкін. Бұл үшінші жағдай. Және сонымен қатар минимум табуымыз керек. Минимум бізде A болуы мүмкін, ол өз алдына бір жағдай. Минимум бізде B болуы мүмкін, ол екінші жағдай. Минимум бізде S болуы мүмкін, ол үшінші жағдай. Сонда біз бастаймыз. 6 жағдайды қарастырамыз дедім. Бірінші, егер максимум тауып алайық. Бізде A үлкен болса дедік. Максимум. A максимум болу үшін A B-дан да үлкен болу керек, және S-дан да үлкен болу керек. A B-дан үлкен жәнені қолданамыз. Логикалық амал. Кешіріңіздер. A S-дан да үлкен болу керек. Міне, осы жағдайдың екеуін қарастырған кезімізде бізде максимум болады A. Енді біз апострофтың ішіне жазып жіберейік максимум деп.
нақты анық білу үшін. Өйткені қазір минимумда табамыз, сол кезде шатыспас үшін. Міне, максимум тең дедік те, енді біздің максимумымыз А. Бұл жағдайда міне максимум А. Енді Элиф. Әйтпесе егер Элиф екінші жағдайда бізде Б болу керек максимум дейік. Б үлкен Адан and Б үлкен С-дан. Бұл жағдайда копировать етіп ала салайық. Бұл жағдайда бізде максимум не болады? Б болады. Енді келесі Элиф. Енді бізде қайсысы үлкен болу керек? С үлкен болу керек. С үлкен Адан and С үлкен В-дан. Бұл жағдайда бізде С үлкен болады. Міне, осы жерге дейін біз максимумды тауып болдық. Я А үлкен болады бірінші жағдай, екінші жағдайда Б максимум болады, үшінші жағдай С максимум болады. А да, Б да, С да максимум болуы мүмкін, үш жағдайды қарастырдық. Енді біз минимумды қарастырайық. Қайтадан егер дейміз де, енді минимумда А минимум болу үшін кіші болу керек Б-дан, және А кіші болу керек С-дан. Осы екі жағдайдың екеуінде де орындалса, онда бізде минимум болады А. Бұл жерде мен қылып өзгертіп жіберейік. Минимум деп. Енді келесі Элиф. Енді бізде Б минимум болсын. Б кіші Адан және Б кіші С-дан. Бұл жағдайда минимум бізде болады В. Келесі үшінші жағдай Элиф. Үшінші жағдайда біз сұраймыз С-ны. С кіші Адан және С кіші Б-дан. Бұл жағдайда С минимум болады. Енді жаймендеп қарап шығайық. Бірінші жағдайда егер А Б-дан үлкен және А С-дан үлкен болса, яғни және тұр. Адан А саны Б-дан да С-дан да үлкен болса, максимум А болады. Екінші жағдайда Б Адан да С-дан да үлкен болса, максимум Б болады. Үшінші жағдайда С Адан да Б-дан да үлкен болса, максимум С болады. Енді минимум жағдай. Егер А Б-дан да С-дан да кіші болса, минимум А болады. Б Адан С-дан кіші болса, минимум Б болады. С Адан Б-дан кіші болса, онда минимум С болады. Енді осыны орындауға жіберейік. Бірінші жағдайда кез келген үш санды берейік. 2, 3, 4 дейік. Бізде болады максимум 4, минимум 2. Енді осы жерде қараңыздар, максимум С болып тұр. Енді максимумды жылжытып отырайық. Минимумда жылжыту кезде. Бірінші, енді ағылайық максимумды осыны. 4, 2, 3 деп берейік. 4, 2, 3. Бұл жағдайда максимум 4, минимум 2 болып тұр. Келесі жағдайды берейік. 3, 4, 2 қыл. Бұл жағдайда да максимум 4 және минимум 2 болып тұр. Енді осы жерге қарап жіберіңіздер. Біз Аға 3-ті бердік, Б-ға 4-ті бердік, С-ға 2 мәнін бердік. Енді С минимум болып тұр, мына соңғы жағдай. Біз Элиф деп С-ны минимум Б-дан да, А-дан да кішісін ба деп тексердік. Осы жерде жаңағы алдыңғы мысалда айтқандай, соңғы шартты тексермей, else-ті пайдалансақ, бұл жолында әдейі көрсетейін деп жаңа Элиф жазып кеттім. Міндетті түрде минимум С шыға екен. Дәл осы мысалды қайталайық. 3, 4, 2-ні берейік. 3, 4, 2.
Қараңыз, максимум 4, минимум 2 шықты. Енді осы жерде бізде максимум қай жерде? Максимумның соңында да с максимум болған кездер берейік. Қазір әуелі с-ны максимум қылып берейік. 2, 3, 4. Біздің жағдайда максимум 4, минимум 2 ғой. Енді осы жердегі мына шартты алып тастайық. Алып тастап, бұл жерге әйтпесені пайдаланайық та, бірден максты с дейік. Қайттан осы 2, 3, 4 мәнді беріп көрейік. 2, 3, 4. Максимум 4, минимум 2. Сонда бұл жерде, міне, егер тармақталған алгоритмді пайдаланып отырық кілт сөзін, және elif арқылы, кілт сөзі арқылы кірістірілген шартты қолдандық, және and арқылы бүгінгі логикалық амалдарды қолданып отырмыз, б-дан да с-дан да үлкен болса, онда а үлкен болады. Екінші жағдайда б а-дан да с-дан да үлкен болса, максимум б болады да. Енді үшінші с үлкенсің ба демей, енді а үлкен болмаса, б үлкен болмаса, үш санның үлкені бірден, әйтпесе де максимум с деп жазуға болады екен. Минимумда да дәл солай. Енді осы есепті басқа жолмен шығарып көрейік. Қазір қараңыздар, бұл есепті біз 13 жол арқылы шығардық. 13 жол арқылы. Енді осы есептің 10 жолын қысқартып, 3 қана жолмен шығаруға болады. Pythonның ең бір артықшылығы осы. Мына есептің жауабы дұрыс, бірақ олимпиада есептерінде осындай есептер кездескен кезде жаңағыдай ұзақ жолмен шығарсаңыз, кейде ол уақыттан өтпей қалуы мүмкін. Сондықтан уақыттан өтпей қалғандықтан біз есебіміз дұрыс, неге өтпей қалды, біздің балымыз неге жетпей қалды деген сияқты ой туындайды. Бұндай жағдайда Pythonның бір өзінің құпиясы деуге болады, ерекшелігі, бұндай есептерді оңай жеңіл жолмен шығаруға да болады. Енді мен соны көрсетейін сіздерге. Максимумды табу үшін print дейміз да. Кәдімгі максимум жаза қоямыз. Жаңағыдай қылып максимум екен анықтау үшін max тең деп жазып алайық. Бірінші максимум тең дейміз. Апострофтың ішіне не жазсақ, print соны шығарып береді. Оны білеміз. Енді максимумын анықтаймыз. 3 санның максимумын оп-оңай ғана а үтір б үтір с деп жазамыз. Келесі жолға минимумды анықтаймыз. Print апострофтың ішіне min деп жазып алайық. Минимум тең. Түрімізді қойып, енді үшеуінің минимумын табамыз. Min а үтір б үтір с. Міне қараңыздар. Дәл осы есеппен жаңағы 3 санды беріп көрейік ранға. 2, 3, 4. Максимум 4, минимум 3 деп шығарып берді. Көрдіңіздер ме? Басқаша өзгертіп берсек те жаңағыдай 3, 4, 2 дейік. Максимум 4, минимум 2 деп шығарып берді. Сонда біздің Python программалау тілінің ең бір артықшылығы осындай. Өте оңай жолдармен, құпиясын білсеңіздер, Pythonның осындай өте оңай жолдармен жаңағы 13 жолдан тұратын, ішінде тармақталған алгоритмді пайдаландық, кірістірілген шарттарды қолдандық, логикалық амалдарды қолданып, қанша уақытымызды алып шығарған есепті 3-ақ жолмен, ешқандай да математикалық жолмен, ешқандай да алгоритм тармақталған командаларды қолданбай шығарып берді. Міне, осындай Pythonның құпиясын білулеріңізге кішкене енді себеп болсын деп, мен осы жолды көрсетіп жатырмын сіздерге. Бұл олимпиада есептерін шығарған кезде бізге өте қажетті дүние. Сонымен біз бүгін күрделі шарттарды программалау тақырыбында 2 мысалды қарастыра отырып, және немесе емес логикалық амалдармен таныстық. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.